Сәлем, менің оқырмандарым, маған тіркеліп қолдап кетіңіздер. Ененің жанайқайы, келінді қатаң ұстау керек екен. Көкшетауда келіннен қорлық көрген әйел жанайқайын жеткізді. Ол үлкен ұлының келіншегін қызындай көрмек болып, әбден еркелетіп жіберген. Бүгінде ол осы қылығы үшін опық жеуде. Өзін Айсәуле деп таныстырған орта жастағы әйел келіннен қызық көрмейтінін сөз етті. Мұның бәріне ол өзін кінәлап отыр. Себебі үйге аяқ басқан келініне бірден жылы қабақ танытқан. 3 ұлым бар. Өмір бойы қызым болса деп армандадым. Алайда Құдай маған қыз берген жоқ. Сондықтан келін алсам, қызымдай көремін деп жиі айтатымын. Үлкен ұлым үйленемін дегенде қатты қуандым. Оның үстіне өзге емес, қазақылықты әбден бойына сіңірген оңтүстіктің қызымен көңіл қосты. Келінім шаруаға пысық, тамақты да дәмді дайындайды. Бірақ өзімнің жалпақ шешейлігімнен оны әбден мойныма шығарып алдым. Айсәуленің айтуынша келініне бірінші күннен ақ еркіндік беріп қойған. Алғаш келін болып түскенде ақ оған бар жағдайды өзім жасадым. Таңертең ұйқыдан тұрғызбай, шайды да өзім құйып іше беретінмін. Мүмкін өмір бойы осы тірліктер өз мойнымда болған соң ерсі көрмеген шығармын. Сәлем салу о баста біздің жақтың салтында жоқ. Орамал мен ұзын халат кигізу де ойымда болмапты. Оған қалаған киімінде жүруге рұқсат еттім. Осының бәрі дұрыс емес екен. Келінді тым қатал тәрбиелеу керек демеймін. Бірақ бәрі өз ретімен болғаны дұрыстығына енді көзім жетті деп мұңын шақты Айсәуле. Келініне сөзі өтпеген Айсәуле бармағын тістеп қалған. О баста дәуренін жүргізіп келінін тәрбиелемеген ене бүгінде барша аналарға қаттырақ болуға кеңес берген. Әбден еркелікке салынған келінім бүгінде әбден басында. Үйдің шаруасына атүсті қарайды, тамақты көңілі соққанда ғана пісіреді. Үйде қысқа шолақ шалбар, жеңіл жейдемен жүре береді. Мұның бәріне басында мән бермеген едім, кейін көңіліме тие бастады. Қанша рет ескерту жасасам да, келін құлағына ілмейді. Ал ұлым үшін мұның бәрі қалыпты жағдай. Сондықтан тәрбиені осымнан шығарып алған өзім бәріне кінәлімін дейді. Қазақ аналарына айтарым, келінді тым бос қоюға болмайды. Бәріне өз ретімен қарауға шақырды. Ал сіз келінді тым қатты ұстауға қалай қарайсыз?